Ковидпен ауырғандар неліктен хитозан ішуі керек? Мынау тенші хитозаны. Бұның ішінде 100 капсула хитозан бар. Енді ковидпен ауырды деген сөз ағзада вирустың өлекселері, біздің иммундық клеткаларымыздың өлекселері шамадан тыс көбейді деген сөз. Ол қалайша? Одан бөлек қандағы тромбоциттер де бір-бірімен жабысып, вируспен күресудің амалын жасайды. Осының салдарынан қан қойылады. Енді мынау хитозанның бірден бір қасиеті, бұл адсорбенттік қасиет. Адсорбент деген өзіне ағзадағы вирустың бөлген токсиндерін, вирустың қалдықтарын, өлекселерін, иммундық клеткаларымыздың өлекселерін, бір сөзбен айтқанда, ағзаға зиянын тигізетін, қанды қойылтатын заттарды өзіне сіңіріп, ағзадан шығарып тастайтын қасиеті бар. Бұл қасиеттері ғылыммен дәлелденген, мойындалған, неше ондаған жылдардан бері бүкіл дүние жүзінде хитин топтарын зерттейтін қоғамдар жұмыс жасайды. Ғалымдардың басшылығымен үлкен қоғамдар жұмыс жасап, осы хитозанның адам ағзасына келтіретін пайдасы дәлелденген. Ол номері біріншісі ағзаға қажетсіз, қазақша енді өлексе деп айтып жатырмын мен, ол шын мәнінде біздің бұзылған клеткаларымыз. Вирустың әсерінен бізде клеткаларымыз өзгеріске ұшырайды. Яғни клетка ретінде өзінің функциясын атқара алмай қалады. Міне осының бәрін хитозан еріп ағзамызда өзіне сіңіріп ағзадан шығарып отырады. Тағы бір қасиеті, вирус қай жағдайда ағзада көбейіп өзінің зиянын тигізеді қышқыл ортада. Яғни вирусты ағза ұстады деген сөз, сізде қышқыл орта деген сөз. Міне осы ортаны хитозан сілтілендіреді. Ал сілтік ортада вирус әрі қарай көбейе алмайды біріншіден, екіншіден самоуничтожение болады. Себебі вирус тек қана қышқыл ортада жақсы көбейіп, өзінің зиянды әрекеттерін ағзаға жасайды. Міне осының бірден бір алдын алатыны тенші хитозаны.